Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге ИП жабу туралы ақпарат беруге шықтым. Менің видеоларым арасында бірнеше ИП жабу туралы жолдары бар. Бірнеше жағдайда ИП жапқандардың видеолары бар. Бұл ИП бір ай бұрын ашылған, енді соны жабуға жібермекшіміз. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет. Соңына дейін менімен бірге болсаңыздар, бұл видео ИП-ны қалай жабу керектігін сіздер түсінетін боласыздар. Енді осылай кабинет налогоплательщикқа неге кіріп аласыздар, базаға, енді лицевой счетқа кіресіздер, ешқандай төлем салынбаған ба, оны бір тексеріп аласыздар. Және де бұрын бір ай бұрын ашылғандықтан бұда ешқандай отчет тапсырылмаған. Енді бірінші рет біз отчет тапсырайын деп жатырық, Ол үшін настройки с физик форма кіресіздер, настройки деген жердегі настройки с физик форма деген жерге барасыздар. Осы жерде 2024-ті таңдап аласыздар. Бұл 2024-тің екінші полугодиясында ашылған, енді соның жіберетін боламыз отчетін. 910 формадағы декларацияны таңдайсыздар, Осы жерде сіздерде бірінші, екінші разделде өздеріңіздің аты жөндеріңіз шығып тұрады. Одан кейін екінші полугодияны белгілейсіздер, қай полугодияда тапсырып жатырсыздар, бұл ИП-ны, сол полугодияны жазасыздар. Бұл қазір екінші полугодия. Одан кейін Б пунктын таңдайсыздар, не ведет бухгалтерский учет дегенді. Одан кейін 6-шы разделді толтырасыздар. Бұл ИП бірінші рет отчет тапсырылып жатқандықтан первоначальныйны таңдайсыздар. Және бұл ИП-ны жабуға жіберіп жатқандықтан ликвидационныйды таңдайсыздар. Осы екеуін бірге таңдап жібересіздер. Одан кейін резидент дегенді таңдайсыздар. Және де бұл ИП-ны нольмен жауып жатыр. Ешқандай төлем, ешқандай жұмыс жасамаған, сондықтан нольмен жіберіп жатыр. Енді екінші разделге барасыздар, екінші страницаға барасыздар, ол жерде де ештеңе толтырмайсыздар, тек қана медстраховкаға 0 қоясыздар. Егер де категорияға жатпайтын болсаңыздар, сіздер медстраховка төлеуге міндеттісіздер. Ол категорияларды келесі видеода мен сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Медстраховканы кімдер салады, кімдер салуға болмайды. Соның барлығын сіздерге айтатын боламын. Екінші страницада осылай медстраховкаға 0 қоясыздар да, үшінші емес, төртінші страницаға барасыздар. Енді бұл жерде толтырасыздар, налогты қай ауданға салады. Егер де бұл ИП салатын болса деген сияқты ғой. Соны раздел деген жерде бизнес деп тұрады, сол жерге неңіз жазасыздар. УГД номер жазасыздар. ИП-ның УГД номерін осы жерге жазасыздар. Ол ИП-ның УГД-сын қайдан аласыздар? Жаңағыдай басты бетке кіресіздер, кабинет налогоплательщикада, и регистрационный данный болады. Сол регистрационный данныйға кіресіздер. Сол жерде УГД номерлер шығып тұрады. Міне сервисы деген жерге регистрационный данный тұрады. Осы жерге төменге қарай түсесіздер. Барлық данныйларыңыз осы жерде жазылы тұрады. По месту нахождения ИП, по месту жительства ИП, осы екеу керек болады. Қазір сіздерге по месту нахождения ИП-ны керек болады, УГД-сы. Міне осы жердегі УГД-ны көресіздерде, жаңағы отчет бөліміне барасыздар. Сол жердегі налогқа ИП-ның адресіндегі УГД-ны жазасыздар осы жерге. Сосын найтиді басасыздар. Міне осылай шығады. Өздеріңіздің қалаларыңызды таңдап аласыздар. Сосын выбрать басасыздар. Әрі қарай, төменге қарай түскен кезде по месту нахождения ИП, по месту жительства деген жергелерге УГД номерлер жазасыздар. Жаңағыдай регистрационный данныдағы УГД номерлерді дәл осы жерге қатесіз жазасыздар. Орындары ауысып кетпеу керек. Бірінші тұрған жерге ИП-ның адресіндегі УГД номерді жазасыздар. Міне осылай таңдайсыздар, выбрать басасыздар. Одан кейін по месту жительства УГД-сын жазасыздар осы жерде. Міне осы жерде по месту жительствосы, міне осыны жазамыз. Мен сіздерге бірден айтып кетейін, мен бұндай даныларды көрсете алмаймын, өйткені YouTube рұқсат бермейді. Барлығын жазып болған соң проверить заполнение дейсіздер, ошибка нет, окейді басасыздар, отправить в ОГД дейді. Енді міне осы жерде сіздерге көрсетіп тұрады, қандай отчетты қандай полугодияға тапсырып жатсыздар, қандай УГТ-ға кетіп жатыр, барлығы шығып тұрады, Енді окейді басасыздар.
ECP ключтарыңызбен қол қойып жібересіздер. Выбрать файлды таңдайсыздар және осы жерде OGD нелеріңізді ECP ключтарыңызды жазасыздар. Одан кейін парольдарыңызды жазасыздар. Выбрайтты таңдайсыздар. Окейді басып, выбрайтты таңдап, осылай отчетты жіберіп аласыздар ең біріншінде. Ол отчет кетті ма, разнесені болды ма, қабылданды ма, оны қайдан көресіздер. Форум налоговый отчетностьға кіресіздер, журнал форумды таңдайсыздар. Одан кейін найтиді басасыздар. Осы жерде сіздің жіберілген отчеттарыңыз шығып тұрады. Міне біздің жаңаға жіберген отчетымыз разнесені болды, дұрыс деген сөз. Енді налоговый заявление бөліміне кіріп, прекращениеге заявление жібереміз жабуға. Енді прекращение деятельности деген таңдайсыздар. Бұл жерде де бірінші, екінші разделде сіздердің аты жөндеріңіз және иіндеріңіз шығады. Үшінші раздел толтырмайсыздар. Төртінші разделге барып, өздеріңіздің пунктты таңдайсыздар. ИП жабуға жіберіп жатқан кезде біз міндетті түрде стадия 67-ні таңдайтын боламыз. Бұл упрощенный режимде ИП-ны жабып жіберіп жатырмыз. Енді екінші страницаға барамыз. Бұл жерде КПК номерлерді жазамыз. КПК деген не, қайдан шықты, қайдан аламыз деген сұрақтар туындайтын болады. Ол кабинет налогоплательщикада главный неге кірсеңіздер, листовой счет тұрады. Сол листовой счетқа барсаңыздар, КПК номерлер жазулы тұрады. Қай ауданнан және қандай КБК-ға түсті. КБК деген, мысалға пенсионкаға салатын кезде КБК номерлер таңдайсыздар. Налог төлейтін кезде, налог 101, 102 осындайларды таңдап, осы жерге жазсаңыздар болады. Немесе мен мына жерге сіздерге КБК номерлерді қойып қоямын. Сол КБК номерлерді барлық ИП жабуға жіберіп жатқан кезде жаза берсеңіздер болады. Осылай КБК номерлерді жазып болған соң төменге қарай түсесіздер. Код орган государственных доходов деген жерге өздеріңіздің по месту нахождения ИП адресі бойынша осы жерге кодын жазасыздар, ОГД номерді, сосын проверить заполнение дейсіздер, отправить ОГД деп жібере берсеңіздер болады. Осылай прекращениеге жабуға парольдарыңызды жазасыздар, ECP ключтарыңызды таңдап, окейді таңдаймыз, выбрайтты таңдаймыз. Ошибка нет, окей. Енді налогқа заявление кетті ма, принято болды ма, обработано болды ма, отказ болды ма, оны қайдан көресіздер. Налоговый бөліміне кіресіздер және найтиді басасыздар. Осы жерде сіздердің жіберген налогқа заявлениелеріңіз тұрады. Принято, обработано болып тұрады.